Көрініп тұр. Мен жұмыс істеуім сіздерге көрініп тұр ма? Иә, апай. Көрініп тұр. Кеше біз қалыптастырушы бағалау бойынша айтқан болатынбыз, яғни қалыптастырушы бағалау қалай өткізіледі, ол қалай ақпараттандырады, ол бағалау кезде оқушының, мұғалімнің қызметі қандай және қалай өткізеді деп. Бүгін жалғастыра берейік. Жалпы бағалау критерийі бойынша жалғастырамыз. Бағалау критерий жалпы оқу мақсатына қол жеткізуді қалай тексерілетінін көрсетеді дейді. Яғни оқушы беріліп тұрған пәннің оқу мақсатына қалай жетеді, соны сипаттайтын негізгі көрсеткіш ол бағалау критерий. Кеше біз анықтамасын айтқан болатынбыз. Бағалау критерий бағалауға негіз болатын белгі. Ол оқу мақсатында, мысалы, сізде оқу мақсаты өсімдік жасушасының құрылысын анықтау деген тұратын болса, оқу мақсатында, яғни бағалау критерийде дәл сол оқу мақсатында не көрсетілсе, соны ғана бағалау керек сабақ барысында. Және ол мына оқу мақсаты тәрізді, бұл да Блумның 6 ойлау дағдысына негізделеді. Яғни ол білуден бағалауға дейінгі 6 ойлау дағдысын қамтиды екен. Енді кез келген бағалау критерийі ол тапсырмаға сәйкес болады, ал тапсырманың дескрипторы болады. Ал дескриптор, тапсырма, бағалау критерийі бәрі бір ғана нәрсені көрсетеді. Ол оқу мақсатында сұрап тұрған жалпы мазмұнға сәйкес келеді. Енді кеше дескрипторлар туралы мен өмірмен байланыстыра отырып сіздерге түсіндірген болатынмын. Яғни дескриптор деген ол тапсырманы орындау барысындағы оқушылардың әрбір қадамын нақтылайтын негізгі көрсеткіш. Яғни дескриптор ол сол тапсырмаға сәйкесінше оқушыға түсінікті болу керек. Өйткені оқушы тапсырма орындау барысында дескрипторге сүйене отырып, әр тапсырманың орындау өлшем бірліктеріне сәйкес өзінің нақты балын алып отырады екен. Енді дескриптор тапсырманы орындауда оқушыға қай жерде қиын болатынын анықтауға мүмкіндік береді дейді. Және тиімді кері байланыс беруге, қайталап материалдың көлемін анықтауға мүмкіндік береді дейді. Дескриптор деген не десе айтамыз? Тапсырмаларды орындау кезіндегі нақты қадамдарды көрсететін сипаттама. Яғни оқушы тапсырманы орындап жатқан кезде оқушының сол тапсырманы орындайтын пошаговый дейді, орысша айтқанда, нақты қадамдарын көрсетеді. Яғни дескриптор бағалау критерий бізге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді бағалау критерий бойынша, осы критериалды бағалау бойынша мұғалімдерге қатысты айтатын болсақ, мұғалімдер оқу нәтижесі, мысалы, әрбір бағдарламада, пән бағдарламасында сабақ мақсатына сәйкесінше оқу нәтижелері болады. Сол оқу нәтижелеріне сәйкес бағалау критерийлерін мұғалімдер не істейді? Әзірлейді. Сосын осы бағалау критерийі жалпы әрбір оқушының жас ерекшелігін, жеке ерекшелігін, қабілетін ескере отырып құрастыру керек екен. Сосын ол бағалау критерийінің, яғни бағалаудың өзінің әдіс тәсілдері болады және құралдары болады. Кеше біз осы бойынша тоқтап өткен болатынбыз. Яғни оның құралдары қандай және міне естеріңізде болса, бағалау құралдары ол ойлау дағдысына, Блумға сәйкесінше беріледі. Яғни бағалау критерийі тапсырмалардың өзі, яғни дескриптор, ол бағалау критерийі болып табылады, құралы болып табылады. Есімізге түссе, кеше оны біз айтып кеткен болатынбыз. Яғни бұл жерде оқу бағдарламасындағы негізгі беріліп тұрған мазмұнға сәйкесінше сол оқу бағдарламасын дамытуға негізделу керек. Ал енді критериалды бағалауда оқушыларға не түсінікті болу керек?
яғни оқушы өзінің түсінгенін қабілетін көрсету үшін әртүрлі стильдегі ойлау әрекеттерін қолданады дейді. Иә, олар өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау критерийлерін білу керек және түсіну керек. Өзін және өзінен басқа оқушыларды, яғни құрдастарының жетістіктерін бағалап отыру керек және оған рефлексия жасау керек, рефлексия қатысу керек. Өзіне рефлексия жасап отырады. Шынайы міндеттерді шешу үшін өзінің білімін қолдана отырып, сын тұрғысынан ойлана алу керек дейді. Иә? Енді ата-анаға ол қандай болу керек? Ата-ана критериалды бағалау бойынша нені білу керек, нені түсіну керек? Өз баласының оқытылу деңгейі туралы объективті дәлелдерді алуға, баланың оқудағы процесін қадағалауға, оқу процесінде оқушыға қолдау көрсетуге, мектеп әкімшілігі мен мұғалімдермен кері байланыс орнатуға, баласының мектепте сыныпта жайлы сезіміне сенімді болуына мүмкіндік беру керек. Осы жерде айтып кететін тағы да бір момент бар, ол рубрикатор. Мысалы, модерация, оған ата-ана қатыспайды. Оған мектеп әкімшілігі, әр сыныпқа сабақ беретін, сол бірлестікте жұмыс жасайтын мұғалімдер қатысады. Ал әр бөлім бойынша бізде рубрикаторлар бар. Яғни сол рубрикаторды ата-анаға ұсынып отыру керек пән мұғалімдері. Яғни бөлім бойынша баласы қандай деңгейде, орта деңгейде ма, төмен деңгейде ме, жоғары деңгейде ме, оны ұсынатын әрбір пән мұғалімі ол ата-анаға ұсынып отыру қажет. Иә? Енді кішкене мына жерде талқылауға берілген сұрақ десек те болады. Бағалаудың шынайылығын қалай қамтамасыз етеміз дейді. Оқушының оқу жетістігін қалай анықтаймыз дейді. Оқушының алға ілгерілеуін қалай жүзеге асырамыз. Осы негізгі үш сұрақ ол пән мұғаліміне қатысты. Енді Арай, Жанар, сіздер пән мұғалім деп есептейік. Сіздер кішкене болса да білім саласына оқығансыздар, білесіздер, иә, түсініктеріңіз бар. Әрқайсыңыз өз ой пікіріңізді білдіріңізші. Осы бағалаудың шынайылығын біз қалай қамтамасыз етеміз? Мен мұғаліммін, иә, өзімнің биология пәнімде бағалау шынайы болу үшін мен не істеу керекпін деген сұраққа жауап берейікші. Бірінші сұрақ. Арай, Жанар, мұғалім ретінде сіздің сабағыңызда бағалау шынайы болу үшін сіз не істейсіз? Енді біз бағалайтын кезде тек қана үй жұмысын айттың, молодец деп 5 қоя салмаймыз ғой, біз ол полный 45 минут бойы бақылаймыз. Яғни, мысалы, үй жұмысын керемет айтса, 1+ деген сияқты миымызда сақтап аламыз. Может, сабақ барысында жаңа тақырыпты сәл түсінбей қалса, опа деп тағы да бір оны минус қылып қоямыз деген секілді 45 минут бойы жаңағы 20 оқушыға байланысты ақпараттарды жинай бастаймыз. Одан кейін барып, мысалы, бағалау жүреді ғой. Мысалы, бізге бағалау үшін, мысалы, үй жұмысын айтыпты, анау сұраққа жауап бере алмады деп 4 қоя салмаймыз ғой. Біз оны бізге арнайы бағалау критерийлері керек болады осы кезде. Мысалы, өткенде көрдіңіз ғой, мысалы, көбелек әдемі екен деп 5 қоя салған жоқсыз, оны не істедіңіз? Жаңа критерийге сай келе ма деген секілді талдап барып, жаңағы баға шығардық. Бізде сол секілді шынайы болу үшін арнайы критерийлер керек. Жаңағыдай сөйтіп барып бағалаймыз деп ойлаймын. Өте керемет жауабыңыз, Арай. Бағалау критерийі маңызды екен, дұрыс айтып тұрсыз. Яғни әр тапсырманың бағалау критерийі болғанда бағалау бізде шынайы болады екен. Жанар, келісесіз бе соған Арайға? Иә, апай, өте дұрыс айтады, келісемін. Яғни әр тапсырманың бағалау критерийі, дискрипторы болады деп тұр, иә? Енді рахмет, Арай, жауабыңызға. Енді оқушының оқу жетістігін қалай анықтаймыз дейді. Мысалы, сіздің сыныбыңызда биология бойынша оқушылар оқып жатыр. Енді айтуы мүмкін завуч, иә, оқу орынбасары. Мына биологиядан олимпиада болады екен. Соған қай оқушыңды бересің дейді, иә? Сол оқу жетістігі болып табылады оқушының. Сіз қай оқушыны не себепті ұсынып тұрсыз? Оның оқу жетістігін сіз қалай анықтадыңыз? Абай, былай істеу керек сияқты. Мысалы, сабақ барысында биологияға қызығатын оқушылар болады ғой, мысалы.
И оның өзін екі типқа бөлуге де болады да. Мысалы, жай ғана қызығады, бірақ ізденбейді, болмаса қызығады, либо андай өзі қосымша ақпараттар іздеп, мысалы соңғы жаңалықтар бойынша саған айтып келуі мүмкін, апай білесіз бе, осы жақта осындай бар екен деген секілді. Сол кезде мысалы саған придется тек біреуін ғана таңдау керек болып қалады ғой. Сондай жағдайларда мысалы тек әшейін ғана қызығатын оқушының андай несін кесіп тастамау керек деп ойлаймын да. Оны да мақтап, молодец, сен де қатыс деген сияқты екеуінің арасында бір сайыс ұйымдастырып жіберіп, соңында бір балмен Мотивация болсын, беру бір керек. жеңетіндей біреуін қатыстырған дұрыс деп ойлаймын. Себебі бізде өзімнің мектеп кезінде ол есімде да, әйтеуір бір қазақ әдебиетіне қызығатын бала бар еді да. Андай тез айтады, тез жаттап алады, сондай да, бірақ өзі қосымша іздеп андай істемейтін еді. Бірақ апайымыз соны әйтеуір қатыстырып, андай сағын сындырған жоқ та былайша айтқан кезде. Сол үшін оқу жетістігін жалпы оқушының ізденісіне қарап, қызығушылығына қарап таңдаймыз деп ойлаймын. Жаңа айтып кеттік, иә, бағалау критерийін құрастырғанда біз оқушының жеке ерекшелігін, жас ерекшелігін және қабілеттерін ескереміз дедік. Дұрыс айтасыздар, иә. Ал енді оқушының алға ілгерілеуін қалай жүзеге асырамыз? Жаңа сіз айтып тұрсыз, ол қабілетті оқушы тез жаттап алады, бірақ өзі ізденбейді деп тұрсыз, иә. Ал соны іздендіру үшін не істеуге болады? Сол оқушы ізденсін деген сияқты. Іздену үшін ары қарап ол қабілетті. Оны ары қарап тағы да алға ілгерілеу үшін не істей аламыз? Қыздар, не істей аламыз? Ол оқушымен қосымша жұмыстар істеу керек шығар апай. Қосымшаға алып, мысалы сен сабақтан бөлек. Иә, сабақтан бөлек қосымшада болады, бірақ сабақ барысында сол оқушыға іздену үшін бағыт бағдар беріп отыру керек. Тапсырманы ұсындыңыз да, оны Иә. қай жерден ұсыну керек? Мысалы, интернетте, гуглда ол қалай іздейді? чат-джи-пи-ти-ді қалай пайдаланады? чат-джи-пи-тидің өзінде пайдалы нұсқаулығы бар. Әшейін сұрақты дұрыс жазатын болсаңыз, сұрасаңыз, чат-джи-пи-ти дұрыс жауап береді. Егер қате сұрасаңыз, ол қате жауап береді, толық жауап бермейді. Міне, сондықтан оған тапсырманы ұсынған кезде сол тапсырманың жауаптарын іздеу үшін бағыт бағдар, яғни мұғалімнің тарапынан қолдау болу керек оқушыға. Біз ана саралау дегенді қарастырамыз. Саралаудың ішінде қолдау бойынша бөлінеді. Мысалы, сіздер қысқа мерзімді жоспардың ең соңын оқып көрсеңіздер, сұрап тұр, сіз қабілетті оқушыларға қалай қолдау көрсететін едіңіз деген сұрақтар сөйледі. Яғни ол қабілетті, бірақ оны ары қарап қабілетін одан да арттыру үшін не істейсің деп сұрап тұр сабақ барысында. Ол қосымша сабақта бөлек сабақ барысында әрбір тапсырманы орындау кезде біз әрбір оқушыға қолдау көрсетуіміз маңызды. Яғни біздің сабағымызда оқушыда не болмау керек? Біріншіден қобалжу болмау керек, екіншіден ерігу, зерігу деген болмау керек. Қобалжу болған жағдайда ол кейінгі сабақтарда оның жүйкесіне әсер етуі мүмкін, оқушы сабақты қабылдамауы мүмкін. Қобалжу қай кезде болады? Егер оқушыдан көп нәрсені талап етіп, көп сұрай берсеңіз, оқушыда қобалжу болады. Яғни ол тапсырманы орындай алмай, бағыт бағдар бермей, неден іздейтінін білмей отырса қобалжу болады. Ал зерігу қай уақытта болады? Егер ол сіз берген тапсырма оған оңай болып орындап қойып, уақыты көп болатын болса, ода зерігу болады. Ал зерігу болмау үшін біз қосымша тапсырмаларды өзімізбен бірге ала келіп, сондай тез, жылдам жауап беретін оқушыларға қосымша тапсырма ұсынуымыз керек. Мысалы, шағын жоба жасатып, сол тақырып бойынша істетуге болады. Міне, негізгі бүгінгі осы негізгі 3 сұрақ бойынша талқыладық. Рахмет сіздерге. Енді ары қарап мынау биологияға қатысты тапсырманы қарастырайық. Иә? Тапсырманы қарастырайық. Бірінші тапсырма суреттер сөйлесін әдісі. Бізде Ж деген жақшаның ішінде нені білдіретін еді? Есімізге түсірейікші. Біз ана оқу бағдарламасын ең басында бастағанда мен сіздерге осындай қысқартылған сөздер туралы айтқан болатынмын. Қыздар,
Арай, Жанар, менімен бірге отырып талқылайық. Ж деген нені білдіретін еді? Мына жақшаның ішінде тұр. Ау, ата беріңіз. Осы жерде талқылау үшін отырмыз. Бізде күнделікті сабақ қалыптастырушы бағалау, қалыптастырушы тапсырмалар жүру керек. А жиынтық бағалау ол емтиханда, ол кезде мен сіздерге көмектесе алмаймын. Ал қазір мен сіздермен талқылап, қателіктеріңіз болса түзетуге мүмкіндіктеріңіз бар. Сүйреттір сөйледі, әдіс деп тұр, иә? Осы әдіс Ж деген не үшін тұр деп жатсыз ба, апай? Я мынау Ж деп жазып қойдық. Не үшін тұр ол? Ол нені білдіретін еді? Мынау Жинақтау деңгейі бойынша тапсырма шығар. естеріңізде ме? Мен сіздің Блум таксономиясы бойынша. бағдарламасында айтқанмын. Осы тапсырмамыз мынау суреттер Жинақтау. әдісін орындата ала ма? Осы әдіс мына тапсырманы орындата ала ма? Иә, апай. Суретке қарап қайсы фаза екенін анықтай аламыз ғой. Анықтап кестеге жаза алады, иә. Ол жерде Ж деп тұрғанымыз естеріңізде болса, біз жұптық жұмыс, топтық жұмыс, жеке жұмыс дегенді осылай тапсырмалардың қасына, әдістің қасына жақшаға жазып қоямыз. Қысқа мерзім жоспарда дегенбіз. Яғни бізде бір ғана Ж болатын болса, ол жеке жұмыс болатын. Ал екі Ж, бір үлкен, бір кіші Ж болса, ол жұптық жұмыс болатын. Ал егер Т деген болатын болса, ол топтық жұмыс деген білдіретін. Яғни жұмыстың түрі. Яғни ол бізде не? Енді осы тапсырмадан маған әдіс белгілі, суреттер сөйлесін дедік, иә? Енді тәсілін анықтап беріңіздерші. Қандай тәсілмен жұмыс жасалынады? Анықтаймыз. Оны біз өткенбіз. Жаңағы суретке қарап кестені толтыру ғой. Реттік саны бойынша орналастырып кестеге. Онда қалай айтамыз? Бұл жерде суреттер сөйледі әдісін қандай тәсілдермен орындаймыз деп айтамыз? Ойыңыз дұрыс. Соны қалай дұрыс айтамыз? Жаңағы суретке қарап, ойланып, мына кестеге реттік саны бойынша митоз фазаларын орналастырамыз. Әдісіміз суреттер сөйлесін әдісін, ол әдісті, осы әдіс мына тапсырманы орындату үшін тәсіл керек қой. Тәсіл ол әдісті орындататын негізгі бір компоненті, элементі деп Кестемен жұмыс. Кестемен жұмыс болмайды. Кестемен жұмыс және суретпен жұмыс. Және мынау Ж деген ол қандай жұмыс? Жеке жұмыс дедіңіз. Жеке жұмыс, міне. Сонда суреттер сөйлесін әдісін біз осы тапсырманы орындайту барысында суретпен жұмыс, жеке жұмыс, кестемен жұмыс деген тәсілдер арқылы орындатады екенбіз. Енді сурет берілді, кестені толтыр деп тапсырма түсінікті айтылып тұр, иә? Дескрипторлары келтіріп тұр. Енді осы жерде дескриптор арқылы міне осылай тапсырманы берсеңіз, оқушы не істейді? Оқушы не істейді? Мына дескрипторда профазаны анықта дейді. Ең бірінші не істейді? Профазаны суреттен анықтап жазады. Екінші, метафазаны анықта деп тұр. Метафаза қай суретте екенін анықтап жазады. Үшінші, анафазаны анықтап жазады. Төртінші, телефазаны анықтап жазады. Бұл бізде дескриптор, яғни оқушылардың тапсырманы орындау барысындағы нақты қадамдарының сипаттамасы. Енді бұл жерде бізде бағалау критерийі жоқ болып тұр. Сіздерге тапсырма. Осы дескрипторларды пайдалана отырып, бағалау критерийін құрастырамыз. Бағалау критерийі құрастырайықшы. Мынау дескрипторге сүйене отырып. Дескриптор бізде 1, 2, 3, 4 сөйлеммен тұр. Ал бағалау критерийі осы тапсырмада бір ғана бағалау критерийі болу керек.
Соны құрастырайықшы. Қыздар, апай бұл қатты күрделі не тапсырма емес қой, егер де барлығын дұрыстап тапса бір балдан беруге болады, яғни общий 4 балл болады да. жоқ, ол балы жарайды, балы қойылып тұр. Біз не істеуіміз керек? Біз осы дескрипторлардан бағалау критерийі жоқ қой, қараңыз тапсырмада. Бағалау критерийін құрастыруымыз керек.